Баршаңызға сәлем достар. Дастарханға өте әдемі көрінетін нәзік, дәмді песочный печенье рецептімен бөліскім келіп отыр. Жасалу өте оңай. Описанияға барлық ингредиенттерді жазып қоямын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Ыдысымызға 2 жұмыртқаны аламыз. Онан кейін керек мөлшерде қантымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Қанты ерігенше араластырып аламыз. Онан кейін бізге қажеті сұйық майымызды құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бізге қажеті 1 шымшым тұзымызды саламыз және кішкене қасықпенен қамыр қосқышымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді бізге қажеті ұн, електен өлшеулі тұрған ұнымызды алып, електен өткізіп саламыз. Қасықтың көмегімен жақсылап араластырамыз. Онан кейін қолымызбен қамырды жақсылап илейміз. Басын біріктіріп, қамыр жұмсақ болуы қажет. Міне осындай. Енді осындай қамырдың какао араласқан қамырды тағы да осылай илеп дайындап аламыз. Қамыр 2 түрлі болуы қажет. Енді дайын тұрған қамырымызды 2 бөлшекке бөлеміз. Осылай оқтауменен жайып аламыз. Қалыңдығы 2 мм болуы қажет, өте қалың болмауы керек. Енді осы жайылған қамырды дөңгелектеп осындай формасын шығарамыз. Шетіндегі қамырлар тастамаймыз, ол қамырлармен және печеньенің формасын шығарамыз. Енді какао қосылған қамырымызды да жайып, осылай дөңгелек бөлшектерге бөліп аламыз. Шетіндегі қамырларды тастамаймыз. Енді алып какао қосылған қамырды бетіне, астына кәдімгі қамырды қойып шығамыз. Енді печеньенің формасын шығарамыз. Енді гүл жасаймыз. Осы дөңгелектеп бөлінген бөлшекті 2 бөлшекке бөліп, гүліміздің формасын жасап шығарамыз. Неге жапырақтарын осылай, гүлдің жапырақтарын бір-біріне қатарластырып қойып шығамыз. Қамыр өте нәзік. Сол себепті ыдысымызды пергамент төсеп дайындап қоямыз. Бірден жасағаннан кейін осы печеньеміздің формасын ыдысымыздың үстіне қойып шығамыз. Ортасына кішкене қамырды дөңгелектеп гүлдің ортасына қоямыз. Не осындай гүл шығады. Тағы түсінікті болу үшін тағы бір көрсетейін. Гүліміздің формасын осылай шығарамыз. Видеодағыдай. Жасалу өте оңай. Осылай барлық қамырымызды осылай гүлдің формасын бәрін жасап шығамыз. Пергамент төселген ыдысымызға бәрін реттеп қойып шығамыз. Мінекей бәрін жасап болдым. Осыландай әдемі гүлдер болып шықты. Бұлар пешке барғаннан кейін үлкейеді. Енді қызып тұрған пешке 170 градусқа 15 минутта пісіріп аламыз. Достар, міндетті түрде осы рецептпен дайындап көрсеңіздер болады. Сіздердің көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Неке дайын болды. Қараңыздар, шыққандай әдемі шықты. Міндетті түрдегі описаниядағы рецептпенен өлшеп дайындасаңыздар, осындай әдемі гүл печенье шығады.
барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Жанар.